Ассалаумағалейкум қойсүйер қауым. Байсары асыл тұқымды қойының авторларының бірі Кенже Мұғалбаев ағамыздың қолдауымен басталып жатқан жоба. Жақсы жеттіңіздер ма? Кеп қалдық. Ассалаумағалейкум көрермендер. Кенже Мұғалбаев ағамыздың шаруашылығына келдік. Бүгін 25 наурыз. Кенже ағамыздың шаруашылығын танысу үшін өзімізде қызық болды. Неше түрлі жақсы қошқарлар бар екен. Сақман болып жатыр екен. Шаруашылығын бір түсіріп кету өзімізге ниет болған. Сол үшін келдік аға. Рахмет. Шаруашылығымызбен таныстырып, қошқарларыңызды көрсетіп дегендей. Хабарласа рахмет. Жаңадан ашқан бағдарламаларыңыз құтты болсын. Шоқ Байсары деген кереметті бір өте әсерлі ат қойған екенсіздер. Сіздердің өсіп шығып отқандарыңызға біз қуанып отырмыз. Қолдаймыз, әрдайым қолдау білдіреміз. Байса қазақ байсын дейді. Қазақ шаруашылықтарын осындай дамытып, осы үлес қосқандарыңызға мың алғыс. Сіздердің қандай көмек керек болса шын аямаймыз. Арқасынан қойып осындай. Енді мынау біздің шаруашылық. Бұл жерде мына үйде 19-дан бастап карантин болып қалды. 2023-те бітірдім ғой енді. Алланың қалауымен. Сіздер сияқты кісілерге кезі кіріп отырып шай ішіп жүрген суық үй. Мына жерде 4 гектардан кавартасын соққан. Газға келіп қойып қойған ішке барлық жағдай жасалған. Қазіргі таңда 1991 жылы осы үйге көшіп келгенбіз біз негізі. Осы үйді дәуітіп, осы үйде 2023 жылы тұрып кәдімгі бірақ өзімізді мотор жүрдім. Hayatta ағам, інілері, келіндер, келгілерді дәуінде. Осы үйде шопандар жоқ, шопандармен бірге әңгімелесіп. Ойда көп шопаным бар, үйінің шопандарым бар. Көп қорауым мен бұл. Гараждар. Мына артындағы қораға келетін болса, бұл артындағы біздің күнделікті қоғалауға. Күнделікті қошқарлар тұрады. Жаман тұрады. Отырған бура, түйеміз тұрады. Бұл біздің күнделікті қолданатын қорамыз. Қой станок дәлізін. Мына жерде қой дәлізін. Қой дәлізін станогын. Одан қой дәрілеудің бір ерекшелігін айтсам, қойды мысалы алып келіп, қараңғы жаққа қамаймыз. Сөйтіп жарғы жаққа есік ашып қойғанымызда, қараңғы жақтан қойлар жарғы жаққа ұмтылады. Сөйтіп мынау 1:20 қылып станок істеп қойғанбыз. 700 қой кетеді бір қамағанда. 700 қойды 1,5 минутта дәрілейді. Екі бетінен адам көп келген, 4 адам дәрілейді. 1,5 минут сайын 700 қой шығып отырады. 5 минут қамайсың, 1,5 минут дәрілейсің. Сонда мен бүкіл атарымда азанға сағат 8-де бастап, әлбетте 1,5-2-де іште тамақ шығарасың. Адам күші аз қолданады, тез. Қинамайды. Көп тұра қойларды жинайды. Қарап тұрады технологияны. Қошқарлардан сөйтіп қосалық техника бар. Жинақтан келген Беларусь мемлекеттен жеңіл пайызбен беріліп жатқан, лизингпен беріліп жатқан шаруаларды қолдап жатқанына ризамыз негізінде. Тракторда 10 миллион теңге алдым, ковошын 13 миллион теңге алдым. 5 миллион теңгесін лизингім қайтарып кетті. 13-тен 5 алатын болсақ 8 миллион теңгеге түсіп тұр. 25%-ын енді мемлекет берді. Көп тұрайды аппараттарымыз тұрады, амал тұрады, гараждар, техника тұрады. Летті қоралар. 2024 жылы кереметке аңға соқтым. 1100 квадрат. 40-та 22 деген размер. 1100 квадратта соғылған. Ішіне 1000 қой әшін келер. Мен әр атарым 700-800 бастам. Келіп осы. Бөлік жерлерден бөліп. Шетінде тұрғанда қосалық қоралар. 100 қой тұратын. Мынау айналасы ашық екен, не үшін мынау? Пленка жауып тұрады. Енді мынау бізде екі вариант жұмыс бар қой. Мынауды газды көтертпайтын болсам, жаздың күні ішке қозып жинамайды. Енді қараңыз. Мына қарасаңыз, бұл жерде
жанында ашып көрдіңіз ба? иә Мына неге алып тастайды. пленкалар Пленкамен алып тастайды. Мына іші 6 метр ортасы. Шеті 3,5 метр. Биік болғанда салқын болады. Енді менде 500-600 қол бөлінеді ғой, мысалы ше. Соны қорлар қойып қоямын да. Жем шөп беремін осы жерде. Анасын ажыраған кезде ше. Салқын болып тұрады іште. Мына жартылай жауып қойғам. Өйткені қой көп тұрған кезде қойдан аммиак бөлінеді. Өзі газдалады ше. Газдалғанда қойға зиян. Сол үшін ауа алмас тұрады. Жартылай жауып қойғам. Жел тұратын жақ жауып тастады. Мына 4 есік ашып қойған трактор келіп ана бастан бері қарай полный. Тазалай береді барлығы. техникасы Адам күші аз істейді. сақман кезінде осы основной қораңызды осы жерде қолданасыз Осы жерді қолданамын. Мұндай науалар істеп қойған бар, 170 науа. Бүкіл қорымдар келіп қойған. Бүкіл жем-шөптің барлығы осылай науаға салынады. Сақ болмайды. науаға дейсіз көп жерде жерге салып жатады ғой. Науа мен жерге салған айырмашылығы не екен? Енді жерге салған нәрсені өздері сиеді, өздері басады, 70% расход, 30% жейді. Бұл да 100% жейді. Бір түйір шөп қоймайды, таза, мойын табына неге істеп қойғам. Асты мына жерге шөп 25 сантиметр, мына екені орта 25 сантиметр, мына мен 25 сантиметр. Бәрі өз қолымен, 75 жыл өз қолымен істегем. Мен бәрін екі шеттен қой тұрған кезде. Мен қарашы міне. Тек мынандай жаман паялар қалады ішінде. Таптырдан бетімен шөп болады, паялар қалады. Бір расход жоқ, ешқандай. Шаруашылыққа оның үлкен көмек қой аға. Бір пресстің 30%-ін жеп, 7%-ін басатын болса. 50-50 болса, соның өзінде қазір шөптің жоқ дегенде. Бір теңге. Ана қораға келетін болсақ, бұл қорамыз енді көкіп болсы деп қойған, мен қорама жасатқан ғой. Мен бір януардан бастап туды қойларым биыл ше. Ерте қостым да. Ерде туған кезде далада 15-20 аяз болды ғой. Қозылар жаурайды. Түнімен бізде балдар арылап жүреді, сменмен. Сразу әкеледі. Күн 30 градус жылы болып тұрады. Мына ше. Мына жерде 20 билет бар. 20 шетінен бастап қоя береді. 20 билетке. Кей кезде 50 қой туатын кезде болады ше. Сол кезде бірінші клеткеден бастап шығарып далаға. Түнде туады, туған ақкүл. Туған әкеп шетінен қоя береді, былай үйреніп қалған. Бүйтін едіп бітеді да, уже болды. 20 клет таусылды ғой. Әнті қой туып тұр. Мына бірінші клеттен бастап шығарады қайтып. Бұл кеуіп дайын болып кеуіп, үстері еміп уже 5-6 сағат мамасының қасында тұрып үйреніп қалған. Сөйтіп шығарады да, неқа шыға беріңізген. Сөйтіп шығарып, мына клеткелерді қояды. Тағы да 2 сағат мамасын тану үшін. Мен тұр қараңғы. Егіз туып тұр екен. Жақсадан біз егіз туады дейді ғой. О 4 клеткеге шетінен қоя береді. Тағы одан да көп туатын болса, не де клеткелер тұрды. Мыналарға 5 қозы қойып, 10 қозы қойып кетіп, қойып осыға. Мына асаннан қойып тұрады. Мына жақта жаңа туман қойлар тұрады. Туман қойлар тұрады. Мына шетінен қойып, қозылар бір уыз емгеннен кейін болды же. Ешқандай не проблема болмайды да. Уже үстері күйіп, есін жиып алады. Өте керемет, жақсы ойластырған екен саған. Тәжірибе соған лайықты істегенбіз. Өткенімізде бұл бұрығы ең бар. Бұл бұрығы тұрғаннан навестің размері 40-та 22 таза. Мына екі стропилен бір-біріне айқастырған кезде 1 метр жоғалғанда ше 24 метр. Мына тумбаның астын 70 қиястар. 70 сантиметр, төмен қарай 70 сантиметр, ені 70 сантиметр. Бұрығы тұрғаны. Енді сіз далалық екенсіз да? Көп жерден қалалық жерде, ауыл жерде қой бағатындар қыста айтады, қойдың аты шылшық кетіп жатыр дейді. Оған қандай мысал айта аласыз? Енді сол қойдың аты шылшық кетіп, аммиак қойлардың ауылынан кейін ондай қой бордақылайтын, қой қошқа ұстайтын қорларын бастадым қышпен. Астында киінетіз, ірілеу құм болмаса төсеп астында тексіп, бетіне жоны кірпішті, жалпағаннан қалап, шетіне атмос қиясын, түріп мақтылап тұрып. Сөйтіп бетін құммен жауып тастайсың да, или өзінің қиынмен ақ ортасы тексеріп береді. Сонымен және көң осындай болса, көң шамал уклонмен істейтін болса, мысалы көң ойды істей бересің. Жер қазылмайды, қатты балшық болмайды. Сіміп кете береді астына. Өзімді және өзіңіз көрдіңіз ғой, қорларын қалай істегенін. Оның бәрі сондай әділ. Әрбір қиыншылықтан шыққан нәрселерді менің барлығы. Осы қораны істегеннен кейін менде уже адам жұмыс көзі азайды да.
Nerede? Dağda туатын еді. Енді күн қатты суық кезде негізі бұл қойлар көп жаура бермейді. Қойлар негізі салқын жақсы көреді ғой. Мына жаққа тұрғызамын мен негізі. Мысалы осы жерде тұрады. 90%. Осы жерде оны арғы бетіне кіре береді ішке қарай. Мына светке жанып тұрады төбеде. Күні жүз не градус қарап тұрамыз. Түнде аяз, қатты или қар болады десе біз ішке кірсек қалған уақытта қарай кіреді. Одан кейін жұмысшылар 100 тонна, 200 тонна жемнің бәрін қолмен кіргізетін тұғыз ғой негізінде. Содан қатты екінші көрісте мына зданияны екінші көрсетіп соқтым. Оған бір 12 миллиондай ақша кетті ма? Маған 15 миллиондай ақша кетті. 20-да 13, 21-де 13, іші таза 20-да 12. 10 тонна жем қоймаған. Жем қоймаған. Ben 25 saniyedir kıydırdım. 100 tonu cimcin alın. 100 tonu cim, 3 tonu bir bölüm. Kaç değil? Oradasın büyüklük 8,5 metre. Canın büyüklüğü 6 metre. Evet, 4,5 metre. Kazmide kura, aşıyı göre kovalar, o şeyi cimcin nezin. Diye gördükler cimcin içinde. Көзімізше қамалда қошуы. Бұрышқа жер тақап қолалар. Тіге төге береді. Кіріп шығу оңай қылып. Қарастырады, қақтай өлшем беріледі. Тең қаптайдан үйді теңесін келіп қатып, енді тұз тұрады. В общем, біз жоқ кезінде келіп түсіп кете береді ғой. Келеді, аударады кетеді болды. Жаңа айекен сұраматтың қойлар ақман бастаған кезде туған қойлар да. Қандай жем бересіз? Мен енді қазір 3-4 жылдан бері мынау мақсары бар ғой өзімнің, сафор дейді ғой, сафор дейді ма? Сол мақсарыны тазалайды. Тазасын май шығаратын бір бөлек бар да. Дән, пән, атқод, матқодтардың бәрі бөлек. Сол енді арзандау жем болады ғой. Соны алып 130 тонна түсірдім содан негізінде ше. Иә, мақсардан. 700 тоннада бидай түсірдім. 500 грамм мақсарға 200 грамм бидай сеуіп береміз. Ана мақсар бәрі қатты күшті болмағанмен бидайды адамдар көп мал өлтіреді негізінде. Бидайды біреу көп жеп қояды. Басылып қалады деген сияқты. Ал бұл мақсары жарты килоның осындай болады. Оның үстіне тағы да осындай 200 грамм бидай қосасын. Уже азығында келгенде мынандай асқа. Мұздай шөп жеген кезде негізі боғаз малдар білесіз ғой. Бірдесі мұздай шөп жейтін болса, іш тастайды. Сондықтан біз азығында бірінші жеммен нелеріміз шөп береміз да, кейін 11-ден шығарамыз далаға. Менде туғанша қойлар 700 грамм жиілеп тұрады. Стабильно. Тоқтыларында. Тоқтылар ол мартқа жиілеп тұрады негізінде. 500 грамм мақсар беріп отырамын. Бидай қоспен. Туғаннан кейін 700 грамм адамда 700 грамм кешке. Сонда 400 грамм бидай жейді да бір қой. Бір күнде. 1 килограмм мақсар жейді. Сөйтіп жаңағыдай қойды ұстап. Көрермендерге көрсетіп жіберейік. Қандай беретін жем. Мақсар міне. Ал мақсарының атходы дейміз ғой енді. Атходы. Әрді дәні бар, шөбі, бұда көп те болмайды да қойдың бір жақ шерші. Сол артықшылығы. Таза бидай. Қошқарларға да осы жемнен бересіз бе? Бөлек Қошқарларға арпа беремін. Арпа, иә? Бидайды неде жейді. Қашап өсетін кезде күш келіп та, сол бидай береміз да. Бидай беру өте апасын Қошқарларға. негізі малға бидай беру апасын болады. Нормасын білмесеңіз, иә? Буынды қадайды тастайды. Малды өзіңге қояды. Бұл жемінде белгілі жер болады ше. Қозыларға арпамен керек береді. Қозыларға да негізінде өсетін малға. Ал семіретін малға бидай бересің. Өзі пышақпен сен сойып ала бересің önce. Жүгері дегенде өте несі ішінде құрам витаминдер көп болады негізінде. В основном көп малға арзан жем береміз не болса да ше. Стоимосы бар ғой енді өзінің шығын Қошқарларда енді жаңа дайындап жатқан қошқарларыңыз мысалы выставкаға қалыпты тұру үшін арпадан беріп отырасыз. Арпа, сұлы, кебек бар араласып бересің. Выставкаға витамин мен жүгерісі бар ішінде ол 5-6 түрлі жемді араластырып норманы беріп отырамыз ғой. Выставка дайындарға. Стабильно күніге бір қалып тұрғандарға 500 грамм. Азында 500 грамм, кешке 500 грамм 1 кило күнде жеп тұрады. Стабильно болды, өзгермейді ол. Арпа жеп тұрады.
таусылып қалса анда санда бидай береді енді биыл арпа болмады бұл жерде кебек беріп жатыр бидай араласа беріп жатыр енді амалдап жатыр енді биыл арпа шықса арпаға отдельно аламыз ғой қаласа осы біздің шаруашылық мына жақта шопан үйлері арпамыз бар техника бар қой шомылдыратын жерлер иә сол қой шомылдыратын жеріңізге де барып көрейік біраз адам ақылы ғой соның бәрі осы шаруаға керек мына трактор алып қойған ғой мынаны концепттер жолын неге десеңіз мына қор тазалаған кезде мынаған прямой салады да аударады ғой мына ковшымен тасып жүрмейді да ше тағы жұмысшылардың бір жұмысы азайды да ше тағы бір жұмысшылар өйткені баяғы 20 ғасыр емес 21 ғасыр ғой дамыған ғасыр дамыған заман шамалы технология дейді ғой негізінде кішкене жұмысшыларға жеңіл түрде істеуді өзім жақсы көремін өйткені өзім істеген жұмыс болғаннан кейін осының барлығы жаңа бұл қай сатманыңыз бізде енді қазір бүгін 26 наурыз болып қалды ғой бұлар енді где то бір 10 наурызда туылған қозылар бұлар мен точно қай сатман екенін білмеймін но примерно бір 400 бас жүр 400 бастай 20 күн қозылар ғой 2 аптада мендегі осындай 5 бөлік жүр ғой 5 бөлік жүр бірақ ішінде бір керемет деген бар мына түсірші мына қызыл қозылар істемеген қазір 400 бастың ішінде жобалап отырып где то бір 100 бастай ішіміз примерно 100 бастай қызыл бар екен 30% почти қызыл қозылар бар алла қалып жұмыс жасалып отыр ниет кәдімгі 4 атар ғой енді 3 атар салып мынау светлый келеді қарашы мына светлый келеді осындайдан әр атарынан 100 бастан болғанның өзінде енді 5 бөлек болып жүр ғой 500 бас бар деп естиміз ғой оның 250 еркек болса 250 ұрға шығады осылайынан бір 3 жыл жұмыс жасасақ 700-800 қызыл жинаймыз ғой бір атар шығарамыз ниет сол негізі мыналардың барлығының бойлары 90 85 пен 90 плюстың арасы ғой өздеріңіз көріп тұрсыздар керемет енді қозыларда барлығы ал енді аға мына жақты түсіндіріп жіберсеңіз бұл жақта енді бізде мына шаруашылықты бағанадан бері көріп келатсыздар ғой барлығы өз керекті соғылған қоралар жайлар бұл енді қойдың губкасы ғой енді шомылдыру қазір тілмен айтқанда бассейн деп айтайық та біз өзімізді мысалы 2 күн душқа түскенде қалай болып қаламыз өз-өзімізді біртүрлі сезініп андай қысылып қойда да сондай болады да қойларды ертең уже бір аптада ақсуға шомылдырамыз соның қой қырқылады қырқылған кейін кралинге шомылдырамыз көктем кралин бір болады анау қойлар қырқылған кезде үстерін қайшы кесіп кететін жерлер болады да сол шыбынды құрттамас үшін осы көпкімізге шомылдырып аламыз кралинмен сонымен айына 2 мәрте ақсуға шомылдырып отырамыз кем дегенде 1 мәрте біздің қойлар қазір үйренді өздері кіріп өздері шомыла береді мына сыртқы қорасы мына жерге бір 400 бас сияды көпкінің өзінің соғатын тәртібі енді жаңа кралин деп отырсыз ғой аға соның дозасы қалай қосасыз суға ше 1 тоннаға 1 литр қосыламыз ғой соған біз неосидол қара кралин мен неосидол екеуін араластырамыз да 1 тоннаға 1,200 1,300 шамалы ударын болғаннан істейміз міне мынау қойды қамап қойып мынау тартатын кейбір ана бағынбайтын қойлар болады осы жерге қамап алып бұл жерде цементтеп қойғанбыз міне қораның ары жағы воронка сияқты болу керек қараңыздар міне қой қысып әкелген кезде былай қарай секіреді енді жүре беріңіздер мына жерге қоршап қойған себебіміз жаңағыдай ішіне губка қолданбаған кезде қоқым түспесін деген мақсатта істегенбіз қой түсіп кетпейді ішіне бұның размері қалай болады кенжеге бұның размері мына жерде міне ұзындығы 12 метр ұзындығы тереңдігі 1,5 метр ені 1,20 қой артқа айналып кетпеу керек бұл 3-4 қой секіреді ғой қарай прямой кетеді сол кезде 12 метрде совет өкіметі кезде 12 метр болғанда негізінде біз бұны шамалы дамытып енді қазір ішінде элиталық түрде екі шетіне 2 атмосфера беріп қойғанбыз бері қарай уклон неге десең қазір кралин бағасы өте қымбат екенін білесіздер сонда ана қой былай секірген кезде шетіне қарай су шығады анымен бетондап қойғанбыз қайтып ішіне ағады судың барлығы су ысырап болмайды мына ортасында
андай 30-да 30 бір тесік істеп қойғанбызда, бетонда бір шелектің бойында соған мотор сап қойып сыртқа суарамыз, тартамыз. Неге десек, бұған кран істеуге болмайды. Мына қысым болады, 20 тонна су болады ғой. Жанынан шығарып жібере береді екен, оны испытание істеп көрдік. Мынау қазір көккіміз 12-де 1-де 20, тереңдігі 1,5 метр. Былай қарай уклон. Мынау қазір, мынау да бері қарай уклон. Қойлар секіріп түсіп, мына жаққа шығып, ана ес жауып тұрады, қараңыздар. Артта 5-те 5, 6-та 6, 36 квадрат жер. Бері қарай уклон. Үстіне сулардың бәрі сығылып, ішке қарай қайтып түседі. Ортаға жиналды. Осы үшін калием бағасы қатты қымбат болғаннан кейін оны ысырап етпеу мақсатында істеліп жатқан жұмыс та. Мына жерде 5 минут тұрады да, судың мына жаққа сарқылып ағып. Мынаның ішінің өзі уклон. Ана басы, мына басы екі уклонда, ортада жаңағыдай біз қалдырған кесікке сулар жиналады. Сол жерге мотор қоямыз да, сорт тастаймыз. Мынау 20 тонна деп отырсыз ғой. Қанша қойға? 20 тонна онда бұны бүйтеміз, қараңыз. Менде қазір малдың басы бар ғой енді. Добавка істеп отырамыз болады. Қосып отырасыз. Иә. Мысалы 20 тоннаға 22 литр, 20 тонна қара гранул құямда 3 литр неоситол құям. Индийский темір алюминий ыдыстағы неоситол құям. Жұмаш. Ударный істейміз енді, ше. Сөйтіп, мына жерде шаңғымен су кеп тұрады ғой. Уже бір атар шыққан кезде су мөлшері азаяды ғой. 2 литр уже жобалайсың да, қанша азайған ше. 2 литр, 3 литр добавка істеп анаған су құйып отырамыз бұл. Сонда өзінің андай құрамын жоймайды да. Бұл негізі мал шаруашылығынан айналысқаннан кейін, малға жаны ашығаннан кейін оны істеу керек негізінде. Қойды өлдім дегенде жаздың бір рет шомылдырып тұратын болсаң, өзі бір жеңіл сезініп, оңалуы, өкпе қойлар болады. Мұрындардың ішін барлық қазіргі таңда жердің бәрі тез сарғайып, шаң көтеріліп кетеді ғой. Мұрын бітеледі. Мұрын бітелген демалу қиындайды. Мына темірлеріміз тұр ғой мына. Мына темірлеріміз мына екі адам екі бетте тұрады да, қойлардың басын басып отырады. Мына темірмен. Сонда ана қойлардың басын көбірек батырамыз біз. Неге тұншу керек? Тұншыққа да түшкіреді да, мұрындарын бәрі ашылады. Тазаланады. Өстіп бас қайтарып жүресің да. Бұны неге еліп қойды деп жаңа ойлап тұрсам. Бәрі ойластырылған. Төмен қарай басатыны, мынау артқа қарай қайтаратыны. Екі адам екі бетте тұрып алып, қойлардың басын басып отырады былай. Бұл көкке деген әр шаруашылыққа негізі керек нәрсе. Бұл көккені істеген кезде кәдімгідей 15-те 15 қып 12-лік арматура кемінде тоғып істеу керек. Бассейн сияқты. Оны 20 сантиметр, асты 20 сантиметрді круговой қып арматураны үзбей паразы ию керек та, апалыпны құрып, құйып, тоқтамай құйып шығу ләж болса ше, сөйтіп 5 сантиметр екі слой сылау керек. Сонда ұстайды бұл. Мен бірінші ұстамай қалды. Сөйтіп не істеген, жеткі емейткі керек емес. Кәдімгідей екіге бір қып цементті араластырады да ше, ұрып шығады. Бетін жақсылап цемент көкіп затергі беретін болса, 5-6 сантиметр құйылғаннан кейін істейтін болса, вообще арғыры неге смет болады. Амай, технологиясы бар десең? Иә, өзім немен өткенде, қолы бұның 20 сантиметр құйылғаннан кейін жарылады. Сол кезде жарылған жерлеріне бірге бір цементті құммен араластырып, соны сызықтармен құйып шығатын болса, тоқтайды. Келетін болса, бұл кезде бізде тәжірибе болған жоқ, бізде сауаттылық болған жоқ. Ал біз шетел аралаймыз көбінесе ше. Сонда не үшін шетел аралайсыз сұраған кезде біз өзімізге жақсы нәрсені көреміз да. Сөйтіп мысалы мықты 40 жыл, 50 жыл шаруашылық айналысып жүрген азаматтардың істеп жатқан ісін көріп, кей кезде соның ішінен анау мен айтқанымды істеймін, айтқанымды істеген азаматтар бар ғой, сол сияқты соның тәжірибесімен бөлісіп, андай керемет дүние шығарып жатыр да негізінде ше. Мынаны өзім соққанда, бұл жерде сауатсыздық болған, біріншіден отмировкасы жақсы болмаған, екіншіден шетінде атмос болмағанда, судың бәрі жанынан кіріп, құлап, мына жерде 1,5 миллион теңге ақшам, қайша еңбек сая кетті да ше. Кейін осы нәрселерді қайталамас үшін біріншіден сұрау керек қой негізінде. Көру керек, білу керек, интернет желісіндегі дамыған заман ғой. Істеген нәрсені тиянақтығы бір рет істеп, қайталамауға тырысу керек негізінде. И качество деген нәрсе болады ғой. Бар жерде качественный өзінің рецепт болады, істеледі. Ережесімен, сапасымен істейтін болса, сол нәрсе қалады да. Сондықтан осы сіздерге енгізіп бәрін айтып отырып, неге десе біз бұл шаруашылықта бір-біріне ешкім конкурент бола алмайды да.
неге десеңіз бұл алла тағалам беріп қойған нығмет қой бізге ше. Мен бұны жасырып не аламаймын да, неге десең менің әр қазағым жалғызым демекші, әр бауырым мынандай қателік жүрмесе екен деймін да ше. От души істесін. Мен телефон нөмірі осы каналдың астына жазылады ғой. Керек сұрақтар болса қойсын, барынша көмекте жауап береміз. Көзбен көреміз, көзбен келіп көрсін. Қазір мен жаңағыдай түсірген жем жинайтын, мал туатын, шопан үйдің, қой суаратын жер, бордағылайтын жердің бәрін әр жерді бір керемет соғылған қорлардан жиналып, алынып, соғылған. Біледі бар ма? Енді кенжеға көбісі 15-20 бастан ұстайды ғой. Қалалық мысалы дейді да. Олар енді қалай шомылдырса болады? Не ақыл айтасы болады? Енді өзіміз осы уақытқа шөше, кәдімгі ваннаға шомылдырып келгенбіз. Кәдімгі үйдің ваннасына су құямыз да, жанына щит алып, штакетті қойып, осы уақытқа ше осы 5-6 жыл алдыңға шебір мен 200-300 жыл шомылдыратынмын. Кәдімгі анаған батырып аласың, жанына штакеттің үстіне қоясың, суын сығысып жібересің да, аты таза еңбек етті. Енді қазір шамал дамып, кішкентай жағдайында малдың базы көріп, жағдайды түсіргеннен кейін керемет деген болса соғып кетті. Өте, мен біраз достарым бар, малдарын қошқардан әкеп осы жерге шомылдырып алады негізі. Негізі әр хозяйство осы істеп алуға тиіс қой. Мен Мұрат деген Алматыда жігіт бар, өте жақсы мал шаруашылығымен айналысатын. Сода көрген мен кәдімгідей 5-6 метр қылып, бір кішкентай завод жерден істеп қойған, өзінің бір 150 қой бар, шомылдырып алуға да. Негізі адам шамал ой өрісін дамытатын болса ше, шомылдырып керемет жолдар бар ғой. Неге шомылдырып тұрған жақсы. Жаңа көп күн айтып отырсыз ғой, мысалға 40-ны алып бір түсіріп аламыз. 40 болғаннан кейін тағы бір түсіресіз. Қошқарға қоймастан алып түсіресіз ба? Жоқ, күзде әбзелден крайым болды ғой. Міндетті крайым болады. Неге десеңіз, күзде бейіт, анау-мынау болады, соның денесінен паразит кету үшін. Біз көктем, күз екі рет крайымды түсіреміз. Крайымды айламай түсіруге болмайды. Ол зиян, кері әсерін білдіреді. Ол дәрі ғой, денені тырыстырады. Біріншіден, ол жаңағы өзінің көктемде қой қыстан шыққаннан кейін бейіт, серке жылы жерді тұрғаннан кейін неше түрлі ішінде мәселелер болады ше. Соның бәрін кетіп одан кейін кеш жүретін жерлер болады. Соның бәрін кетіру үшін көктемде бір шомылдырып алып, 40 болғаннан кейін шомылдырамыз крайымге. Соны кетті ғой күзге шығып. Күзде қой неге түспес үшін тағы бір шомылдырып аламыз да. Күйектен алдым. Күйекке дейін 20 күн алдын бәрі мен бітіреміз біз. Вакцинаны да бітіреміз. Бүкіл алсу, яшыр, күл, қандай вакциналар бар. Бәрін қой қашырма 20 күн бітіріп, 20 күн уже вакцинаның әсері негізі 14 мен 20 күн арасында. Соғықты өзінің күшін жоғараты бар, негізі иммунитет ие болады ғой. Соғышымыз бітіріп, уже күйіктегі вакцинасы жасамыз. Жылы байқадық, біраз қызыл қошқар жинадыңыз. Алдын қара қошқар қойып жүреміз қойымызға. Не себептен? Енді мен достарым айтып тұрмын, мен қызыл қой деген ойша ұнатпайтын едім. Қызыл қойды біреуге подарка бере салатын едік, соя салатын едік. Енді өмірде негізі әртүрлі жағдай болды ғой. Адамдардың талғамына қарай, адамдардың сұранысына қарай, уже 2025-те уже бір 2 қатар қызыл қойға шығаруға әрекет жасап отыр. Неге десек, біз енді кәсіпкеріміз бір жағынан осы шаруашылықпен айналысамыз ғой. Келген бізге тұтынушыны бос қайтаруға болмайды да негізінде ше. Сол тұтынушылардың сұранысы көп болғаннан кейін, қазір мен қызыл қошқарлар қойдым 2025-те. Қазір менде бүкіл атарынан 30-40% қызыл тұрды. 2-3 жыл осылай қойып, 2 қатар 5-5 бастан қызыл қой қылсам, 5-5 бастан қара қой тұрады, 2 мың баста. Біреуге қызылынан алса қызылынан алады. Қарасы болса қарасын алады. Өйткені клиенттің сұранысына қарай жұмыс істейміз. Қалауым деп алып кетеді. Қалауым. Менде жалғыз ет направление емес та негізінде. Қараудағы, мысалы, 1000 еркек қозы түсетін болса, соның 400-450 басын қошқар тастам. Қалған ет тастам. Біраз шаруашылықта көрдік, ондай нәтиже енді. Енді қазір өзіңіз жаңағыдай қорада көрдіңіз ғой. 2-24-тің қозылар қандай екенін көрдіңіз? 2-25-тің қозылар қандай екенін. Олардың әкелері қандай екенін көрсін. Ол линия бәрібір қан жібермейді ғой. Қан өзінің береді. 200 кило қошқар сабадық па, одан 50 кило қозы түспейді ғой. Одан жылда бір сорттап тұрамыз. Қазір мен қойлардың бәріне не басып жатырмын. 2025 деген 5 деген таңба басам, 2026-да 6 деген таңба басам, 7 деген 8 деген. Сөйтем да 2024-тен бастадым мен.
24, 25, 26, 27. 4 жыл болма, 28 жылы 2024 мен сатып жіберемін. Біреуін қалдырмайды. Сөйтімде 2029 жылы 25 сатып, 4 жыл ұстаймын да, сатып ота береді шештім да. Неге десең, сонда олар 600 қой браковать етіп, биыл қой өлім болған жоқ та. Өйткені көтерем болып қалады, басқа болып қалады. Өйткені мал көп болғаннан кейін, оны сортап тұрмаса болмайды дейді. Мен соны шешімге келдім. Қазір енді әр жерде көп тәжірибе жинаған арқасында адам жұмыс істеу керек та, бірақ қиналмай істеу керек та. Кәдімгіше. Әркім өз жұмыс маманы болу керек деп ойлаймын негізінде мен өзімше. И сол жұмыс жақсы көру керек та. Мен өзім жақсы көремін осы. Әрі хоббиім, әрі өзім кәсібім, әрі осы мамандықты өте жақсы көремін ғой. Келіп, демалып қарап тұрған не жасап көрініп тұрған жұмысшыларға барлық жағдай жасап тұрсыз. жұмысшыларым алды, 30 жыл болып жұмыс істеп 30 жыл пенсияға шығарғам, 10 жыл келіп, Аллаға шүкір. Ол жігіттер мен арқылы күн көріп отқаннан кейін, мен олар арқылы күн көріп отқаннан кейін, екі тапсырыс беруші мен тапсырыс алушы бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болады. Жақсы нәтиже шығады. Біздің міндетті ақша беру, жағдай жасау. Мен қорғалмын әлі қазір жасап. Неге десең, солар қыстыгүні бар, кезек жақпағым, көл тазаламасын. Бәрі күні жұмыс етіп істеп қойған. Әйелдер қиналмаса болды, негізі қойшы атауында әйел қиналмаса еркек жұмыс істеп жүре берді ше. Әйел қиналатын болса бір күн тұрмай қойшылар. Сондықтан қазір қой бағуға да шопаншымыз өзі жоқ. Негізі мемлекетте бір сұрағым бар да меніңше, шопаншыларға бір не ашып берсін. Қазір субсидия беріп жатыр, шаруаларға 5% кредит беріп жатыр, Алла разы болсын да ше. Бәрін жасап жатыр ғой. Мемлекет рахмет. Енді осы жұмысшы деген мамандық бар, мысалы ше, шопаншыларға бір айлық бекітіп, кәдімгідей барып тіркеліп, сөзден біз барып оған үй арқылы тіркеліп, сол шопаншылар келісім арқылы алатын болса ше, Қазақстан шаруа. Мен қанша адамдар білемін да, мен енді осы кәсіпте 2008-ден бастап қолға алдым ғой, енді өзім. Әкемнің ағам бар, сол кісілердің мұраларын өзімізге жұмыс істеп жатыр. Жұмысшы проблема ғой. Көп шаруашылықты байқаймын аға. Сол келеді, 2000 қой алады, ақшаны салады, 2 жылдан кейін жұмысшы бәрі сатып алады. Талан тарас кетеді. Менің достарымдар ет қымбаттағанға сразу қой асыра, көкем деп жұмысшы тап. Жұмысшы таппасаң, тірік бір. Ертең егере маған келіп тұрма. Шөл жемін турлап беремін мен сенің жұмысшыңыз ол. Қазір мынау ISP деген нәрсе береді, басқа береді, анау береді, мынау береді. Адамдар жұмыс істемейді. Бер жақтан жүр, қанша адамдар жұмыс істемейді. 300 мың теңге, 200-300 мың айлық береміз. Ол да оңай ақша емес негізінде да. Мен 6 семейный 20 адам жұмыс істейді менде. Олардың өзіне ақша тауып беретін өзіне шаруашылық оңай емес. Адамдар не адам көп дейді енді. Айтамын енді дұрыстап, жағдайын жасап, бір қиналмай жұмыс істеген жақсы ғой дейді. Бар жерде. Қиналып, анаған ақша беруді қимай, өзің қиналып жүргенде болмайды да негізінде. Бұл жұмысты әдейі істегеніміз ғой біз. Осы жұмыс істеп, майын тамызып, енді осыны ары қарай жүргізіп жатқан жеріміз бар. Енді етін беретін шығарсыз жұмысшыларға. Айлықтан бөлек ет деген әшейін ғой. Жалпы айтамын да. Мен жұмысшылармен тамақ жемеймін. Жұмысшылармен отырып, жаңа дәуеге келейін. Осы кісіде осы жатамын, осы кісімен бірге әңгімелесемін. Өйткені жақсы көремін да. Сыйлаймын қызымның барлығын. Байқадық, бәрі қызына сыйлайды екен. Шыластық болған жерде бәрі. Береке болады десең. Мен жұмысшылар, сендер ары жөндір, мен неқа деген нәрсе жоқ. Мен қаншадан келеді, кеше бір жерде сыртынан әңгіме өтті. Пәленбай басы мал бар, пәленбай жағдайы бар. Барып бетіне маска киіп алып, аяғына етік тиіп жұмыс істеп жүреді де ше. Бұл жұмысты өзім үшін істеп жатқан жұмысқа өзім не үшін намыстану керек? Өзім барып істемеген екен ол жұмыс жүрмейді ғой. Солармен жүремін, солармен тұрамын. Сақпаның кезінде азында 7-ден бастап тұрамыз. Кеш сағат 8-ге шейін тынбаймыз. Бірге жүреміз. Сол үшін бір жақсы көреміз. Бұл малда береке бар ғой негізінде. Алыстаңдар. Жақсылап бірақ жандарың ашып, көңіл бөлсеңдер зор болады барлығы. Достар, бұл видеоның екінші бөлімі де бар. Екінші бөлімде бұл шаруашылықтың қошқарлары жайында айтатын боламыз. Және де асыл тұқымды байсары породасына өту туралы толық ақпараттар айтатын боламыз. Және де қолдан ұрықтандырудың пайдалары жайында толық ақпарат айтып түсіндіріп өтетін боламыз. Келесі видеоны күтіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.